Баланың Құран үйренуіне ата-анасы мол әсер етеді. Әсіресе ана жүкті екенін білгеннен бастап баласына Құран үйретуді бастай алады. Қалай дейсіз бе? Бала тәрбиесі ана бойынан біткеннен басталатыны белгілі. Ана өзінің жүкті екенін білгеннен бастап күн сайын бұрынғыдан да көп Құран оқуға мән беру керек. Ғылымда нәрестенің ана құрсағында 4-ші айдан бастап дыбыстарды ажырата алатыны дәлелденген. Ұстаздарымыз жүкті ана Құранды қатым ету керек дейтін. 9 ай жүктілікте ең көбі 9 рет, ал ең азы 1 рет қатым етуге болады. Егер өзіңіз оқи алмасаңыз, Құранның аудиожазбаларын қойыңыз. Жүктілік кезде көп Құран оққан ана өзін-өзі жақсы сезінеді және балаға да пайдалы болады. Жүкті кезде 9 рет қатым еткен аналарды көрдім. Алла олардан разы болсын. Олардың балалары ерекше алғыр, Құранға ықыласты болады. Бір отбасының 3 қызы бар екен. Үшеуі де Алланың мейірімімен қария атанғанда, адамдар отағасынан 3 қызыңызды да қалай қарилыққа бауладыңыз деп сұрапты. Сонда әкесі әйелінің жүкті кезде үнемі Құран оқығанын, көлікте жиі Құранның аудиожазбаларын қоятынын айтқан екен.